друг другу скажем, прими много небесных благословений. Бір-бірімізге айтайық, Құдайдың мол баталарына ие бол деп. Прими много небесных благословений. Құдайдың мол баталарына ие бол. Аминь. Я хочу такое маленькое объявление сделать. Бір қысқа хабарландыру айтқым келеді. Я думаю, многие из вас знают, что каждый месяц, первую неделю мы молимся утром здесь вместе. Әр айдың бірінші аптасында 5 күн біз осы жерде таңғы дұға жүргіземіз. И на следующей неделе месяц начинается середина недели. Келесі аптада жаңа ай аптаның ортасынан басталады. Поэтому, если вы имеете желание прийти, то мы с понедельника у нас будет всю неделю утренней молитвы. Сондықтан дүйсенбіден бастап бізде таңғы дұғалар болады. Сондықтан келіңіздер, қосылыңыздар. Хорошо, давайте мы обратимся к Слову Божию. Құдайдың сөзіне жүгінейік. Мы сегодня будем читать Евангелие от Иоанна, 14 главу, с 8 по 14 стихи. Жохан жазған ізгі хабар 14 тарау 8-ден 14 аятты оқитын боламыз. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 8 по 14. Жохан жазған ізгі хабар 14, 8-ден 14 аятқа дейін. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Филипп мырза, бізге әкені көрсетіңіз, бізге сол да жеткілікті деп өтінді. Иса былай деп жауап берді: «Мен көптен бері қастарыңдамын, сонда да мені шынымен білген жоқсың ба, Филипп? Кім мені көрсе, соның әкені де көргені. Бізге әкені көрсетіңіз деп неге айтасың? Менің әкем мен әкемнің менімен тығыз байланысты екенімізге сенбейсің бе? Сендерге айтып жүрген сөздерім өзімдікі емес, әкемдікі. Сол сияқты менімен тығыз байланыстағы әкем өзінің істерінде мен арқылы істеп жатыр. Менің әкем мен әкемнің менімен тығыз байланысты екенімізге сеніңдер. Әйтпесе істеген кереметтеріме сүйеніп, маған сеніңдер. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Мына мен жасаған кереметтер сияқтыларды маған сенуші де істейді. Тіпті одан да зорларын істейді. Себебі мен әкеме барамын. Менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да оны орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Менің еркіме мойынсұнып, бір нәрсе сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Аминь. Знаете, когда в жизни у нас все хорошо, тогда очень легко верить, что Бог нас любит. Өмірімізде бәрі жақсы болған кезде, Құдай мені сүйет дегенге сену оңай. Тогда легко Богу поклоняться. Сондай кездерде Құдайға сыйынып табыну да оңай. Тогда легко молиться и верить, что Бог, Он услышал мою молитву и отвечает. Осындай кездерде Құдайға сыйынып, Құдайға сену де оңай. Құдай менің дұғаларыма жауап береді деп те сену оңай. Но когда приходят трудности, и нам так нужно вмешательство Бога, но его нет, и тогда нам очень трудно, и даже приходит сомнение: вообще, Бог, ты меня слышишь? Бірақ өмірімізге қиындық туған кезде біз дұға етеміз, Құдайдың дұғасы келмесе, біз ойлаймыз: Құдай, қайдасың? Мені естисің ба деп күмәндана бастаймыз. И мы думаем, как бы было бы хорошо, если бы я ясно услышал голос Божий, который бы мне сказал: я слышу тебя. Сол кезде, осындай қиын жағдай келген кезде, анық Құдайдың даусын естуді қалаймыз. Как классно было бы слышать, что я веду тебя, не переживай. Я знаю, это в твоей жизни трудный период, и я с тобой. Сенің қиын қыстау кезеңді өтіп жатқаныңды мен көріп тұрмын, білемін бәрін. Мен сені естіп тұрмын, саған жауап бергім келеді, мен сенімен бірге деген сөздерді естігіміз келеді. И вот на прошлой неделе мы читали, что Иса Масих сказал такие великие слова ободрения и утешения ученикам своим. Өткен аптада оқыдық, Иса өзінің шәкірттеріне оларға жігер болатын, оларға күш беретін мынандай сөздерді айтқанын. Во 2-3 стихе этой главы: «В доме Отца моего обителей много. Если бы не так, я бы сказал вам: я иду приготовить место вам.
И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып, дайындап болғаннан кейін қайтып келіп, өзім болатын жерде сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. Но мы вот в этом отрывке сегодня видим, что у Филиппа какие-то свои мысли в голове. Бірақ осы бүгінгі үзіндіден көретініміз Филипптің басында өзінің бір ерекше ойларымен жүр. И вот эти слова не дали ему утешения. Бұл сөздер оған жігер болмады. Мы понимаем, что когда мы читаем в Библии, мы видим диалог между людьми с Иса Масихом. Сегодня для нас это молитва. Келі кітапта біз оқитынымыздай адамдар Иса Масихпен солай әңгімелесіп, сұхбаттасқанын біз көреміз. Қазіргі таңда біз бұны дұға деп айтамыз. И мы читаем, вот здесь Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Осы жерде Филипп айтады: «Мырза, бізге әкені көрсетсеңіз, сол бізге жеткілікті». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Сонда Иса оларға былай деп жауап берді: «Мен көптен бері қастарыңдамын, сонда да мені шынымен білген жоқсың ба, Филипп? Кім мені көрсе, соның әкені де көргені. Бізге әкені көрсетіңіз деп неге айтасың? Менің әкем мен әкемнің менімен тығыз байланыста екенімізге сенбейсің бе? Сендерге айтып жүрген сөздерім өзімдікі емес, әкемдікі». Мы верим, что Иса Масих есть Бог. Біз сенеміз, Иса Масих ол Құдай. И кто видел Иса Масиха, тот видел Бога. Иса Масихты көрген адам Құдайды көрді. Но ученикам это трудно вместить в себя. Бірақ шәкірттеріне осыны қабылдау қиын болды. И знаете, мы все прекрасно понимаем, что человек состоит из духа, души и тела. Бізге белгілі адамзат рухтан, тәннен және жаннан тұрады. Но нам трудно различить, где заканчивается душа и где начинается дух. Бірақ жанның қай жерде аяқталып, қай жерде рух басталатынын біз ажырата алмаймыз. И когда мы говорим, мы верим в триединого Бога, Бог Отец, Бог Сын, Дух Святой, то вот здесь это очень затруднительно для нашего понимания. Сондықтан біз үш бірлік Құдай деген кезде, Құдай әке, Құдай Иса, Құдай киелі рух деген кезде осының бәрін ажырата білу бізге қиын. И поэтому Бог, чтобы явить себя человеку, чтобы мы какое-то хотя бы понимание имели, Он пришел в человеческом обличии. Сондықтан адамзат Құдайдың болмысын анық түсіну үшін, білу үшін, ол осы дүниеге адам кейпінде Иса Масих баласы ретінде келді. И вот смотря на Иса Масиха, мы можем понять, какой есть Бог. Сондықтан Иса Масихке қарап біз Құдайдың қандай екенін біле аламыз. Если вы хотите понять Бога, познать Бога, то смотрите на Иса Масиха. Сондықтан егер Құдайды танығыңыз келсе, Құдайды білгіңіз келсе, онда Исаға қараңыз. Через Иса Масиха и только через Него мы можем вступить в взаимоотношения с Богом. Иса Масих арқылы, тек қана Иса арқылы ғана біз Құдаймен қарым-қатынасқа түсе И вот аламыз. именно для этого, с этой целью пришел Иса Масих на эту землю. Дәл осы мақсатпен Иса Масих осы әлемге келді. Поэтому, если вы хотите познать Бога, познавайте Иса Масиха. Сондықтан Құдайды білгіңіз келсе, Исаны таныңыз. Если вы хотите слышать голос Божий, то услышьте голос Иса Масиха. Егер Құдайдың дауысын естігіңіз келсе, онда Исаның дауысына құлақ тұрыңыз. В 10 стихе: «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Менің әкемнің менімен тығыз байланыста екенімізге сенбейсің бе? Сендерге айтып жүрген сөздерім өзімдікі емес, әкемдікі. Иса Масих говорит ясно и понятно. Это не человеческие слова он сейчас говорит. Иса Масих анық айтады, бұл адами сөздер емес. Это Божьи слова, и Бог говорит через меня. Бұл Құдайдың сөздері, және Құдай мен арқылы айтып жатыр. Знаете, если вы хотите слышать голос Божий, то не нужно ждать таких сверхъестественных событий и происшествий, чтобы как гром грянул, и Бог проговорил ко мне. Құдайдың дауысын естігіңіз келсе, онда бір шектен тыс ғажап нәрселерді күтпей, Құдайдың сөзі аспаннан найзағайдай түседі деп күтпеңіздер. Нам нужно слышать слова Иса Масиха. Біз Иса Масихтың сөзін тыңдауымыз керек. И поэтому мы читаем Библию, изучаем слова Божии. Сондықтан кел кітапты оқып, сондықтан кел кітапты зерттейміз. Вы хотите узнать, какой Бог, то посмотрите на Иса Масиха. Құдайдың қандай екенін білгіңіз келеді ме? Олай болса Исаға қараңыз. Как он поступал, какой личностью он был. Ол не істеді, қандай әрекеттер жүрді, қандай тұлға болды.
Знаете, что Он делал? Не істеді Иса Масих? И вот через это все мы можем познать, какой есть Бог. Осының бәріне қарап Құдайдың қандай екенін біле аламыз. Знаете, смотря на Иса Масиха, я увидел одно такое качество Божие. Иса Масихке қарап Құдайдың мынандай бір қасиетін байқадым. А вы помните, когда Иса Масих сотворил первое чудо? Иса Масих ең бірінші ғажап жасаған оқиға естеріңізде ме? Где оно происходило? Қай жерде? В Кане Галилейской. И Я что там Галилейда, было? Қана қаласында не болды ол жерде? Свадьба была. Я той болды. Знаете, интересно то, что Иса Масих любил праздники, любил свадьбы. Бір қызығы байқадыңыздар ма, Иса Масих тойларды ұнатты. И он Мерекелі. любил застолье. Я дастархан басында отырғанды ұнатты. Мы читаем в Библии и видим, что его звали высокопоставленные люди, и он шел по их приглашению к ним домой. Кел кітаптан біз оқимыз, я Иса Масихты лауазымы жоғары адамдарды дастарханға шақырып жатты. И звали бедные, и он к ним тоже шел. Оларға барды, кедейлер шақырса да, оларға да барды. Звали мытари, и он к ним тоже шел. Я діни қызметшілер шақырса да, оларға да барды. И мы через это можем понять, что Бог, Он любит застолье, любит пиршество. Осы арқылы біз байқайтынымыз, Иса Масихке тойлату ұнайды. Я не знаю, как вы представляете рай, но мы понимаем, рай – это место, где есть Бог. Жұмақ дегенді қалай түсінесіздер мен білмеймін, бірақ жұмақ дегеніміз ол Құдай бар жері. И когда мы читаем Библию, то мы видим, что Бог показывает, что часто сравнение идет с пиром. Сол келі кітаптан байқайтынымыз, көп жағдайда сол жұмақты үлкен мерекелік дастарханмен салыстырады. И вот где есть Бог, там есть радость, там есть веселье, там есть смех. Яғни Құдай бар жерде қуаныш бар, шаттық бар. Я желаю, чтобы мы сегодня переживали радость, веселье, чтобы мы переживали покой, смех. Бүгінгі таңда да біздер де Құдайдың қуанышына, Құдайдың шаттығына, Құдайдың күлкісіне кенеліп жүрейік. Если в вашей жизни есть Бог, то в вашей жизни должно быть и торжество, и веселье, и радость, и смех. Егер сіздердің өмірлеріңізде Құдай бар болса, олай болса өмірлеріңізде қуанышта, шаттықта, мерекеде, күлкіде көп болу керек. Я был в Израиле, когда был у них праздник шатров, да? Ага. Кущи. Мен Израильде болған кезде күркелер мерекесінде болдым. И знаете, вот на всех улицах там поют и танцуют. Бүкіл көшелерде адамдар далаға шығып, билеп, шаттанып жүрді. И вот ты проходишь мимо, они тебя возьмут в хоровод, и ты с ними. Ага, и это так весело. Сен өтіп бара жатсаң да сен ұстап алып, биге шақырып, сонда керемет жағдай. И знаете, когда эти праздники, их Бог дал, и чтобы они проходили вот так в веселье, в радости, и чтобы там был смех. Осындай мерекелерді Құдай өзі берді. Құдайдың қалауы осындай жерлерде оның қуанышы, оның шаттығы, оның сондай керемет атмосферасы болғанын қалады. И вот когда я захожу в қауым, я слышу смех, радость, мне очень приятно на душе. Қауымға келген кезде осындай күлкі, сыңғырлаған күлкіні естігенде мен жүрегім жабырқатты. Вот так должна проходить наша жизнь, в радости, в веселье. Біздің өмірімізде Құдайдың алдында осындай қуанышқа кенеліп өту керек. Где Бог, там веселье, там радость. Құдай бар жерде қуаныш та бар. В наших семьях, если там есть Бог, то там должно быть радость, веселье, там должен быть смех. Біздің отбасыларымызда Құдай бар болса, сол жерде де қуаныш болу керек, күлкі болу керек. В домашних, где собираются дети Божьи, там должно быть радость, веселье, там должен быть смех. Құдайдың балалары жиналатын үй қауымдарда да қуаныш пен күлкіге толы болу керек. Знаете, если вы сегодня, где вы работаете, на ваших местах работы, там через вас должно быть радость, веселье, там должен быть смех. Қай жерде болмасаңыздар да қазір жұмыс орындарында, оқу орындарында болмасын, сіз бар жерде қуаныш болу керек, шаттық, күлкіге толы болу керек. Дорогие, если вы хотите познать Бога, то смотрите на Иса Масиха. Какой он был? Вы можете увидеть все качества Бога в Иса Масихе. Қымбатты бауырластар, егер Құдайды танығыңыз келсе, білгіңіз келсе, онда Иса Масихке қараңыздар, оның қасиеттеріне.
оның мінез құлқына. Если вы хотите переживать Бога в своей жизни, то примите Иса Масиха своим Господом и Спасителем. Егер өмірлеріңізге Құдайды қабылдағыңыз келсе, онда Иса Масихты өмірлеріңізге қабылдауыңыз керек. Мы в 6 стихе этой главы читаем. Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Мен жол, шындықпын, және өмірмін. Мен арқылы ғана адамдар Құдайға келе алады дейді Иса. Если вы хотите иметь взаимоотношения с Богом, то это только через Иса Масиха. Егер Құдаймен қарым-қатынаста болғыңыз келсе, ол тек қана Иса Масих арқылы. Поэтому начните взаимоотношения с Иса Масихом. Сондықтан ең бірінші Исамен қарым-қатынасты бастаңыздар. И знаете, вот после этих слов Иса Масих дает 3 обещания. Осы сөздерден кейін Иса Масих 3 уәде береді. И какие это обещания? Қандай уәделер? Это обещания, которые невозможно выполнить человеку. Бұл адамның орындауына мүмкін емес уәделер. И первое обещание, которое он нам дает: кто верит в меня, будет делать то, что я делаю. Маған сенетін әркім мен істеген істерді істейтін болады дейді. Мы читаем в 12 стихе: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Мен жасаған кереметтер сияқтыларды маған сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын істейді. Себебі мен әкеме барамын. Иса Масих, он обращается к ученикам своим. Иса Масих осы жерде өз шәкірттеріне сөз арнап И жатыр. сегодня эти слова к нам. Бүгін бұл сөздерді Құдай бізге айтып жатыр. Дела, которые я творю, вы будете творить. Мен істеген, мен жасаған кереметтерді сендер де істейтін боласыңдар. Знаете, в Евангелии от Марка в 16 главе, в 17-18 стихе, Иса Масих эти же слова сказал чуть по-другому. Марқа жазған ізгі хабарда Иса Масих дәл осы сөздерді кішкене басқаша айтады. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будет изгонять бесов, будет говорить новыми языками, будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Сенушілер Құдайдың құдіретін көрсететін мынандай кереметтерді істемек. Олар менің атымнан жындарды қуып шығарып, жаңа тілдерде сөйлейді. Егер де қолдарымен улы жылан ұстап не ушып қойса, содан ешқандай зақым көрмейді. Ауру адамдардың үстіне қолдарын қойса, олар сауығып кетеді. Как много в своей земной жизни Иса Масих исцелил людей и дал им свободу. Осы жердегі өмір сүрген кезде Иса Масих көптеген адамдарды сауықтырып, көптеген адамдарға денсаулық берді. И он сегодня говорит к нам: дела, которые я делаю, и ты будешь творить. Бүгін Құдай бізге айтып жатыр: мен істеген кереметтерді сен де істей алатын боласың. Действительно ли исполнилось ли это обещание? Осы уәде орындалды ма? Мы когда смотрим в Деяния апостолов, то мы видим, как оно совершается через апостолов. Елшілердің істеріне қарайтын болсақ, осы елшілер арқылы осы уәде жүзеге асып жатқанын біз байқаймыз. Деяния 14 глава с 8 по 10 стихи. В Листре некоторый муж, не владеющий ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидел, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иса Масиха, встань на ноги твои прямо». И он тотчас вскочил и стал ходить. Елшілердің істері 14-8 аятта. Люстрада екі аяғы да күшсіз бір адам тұратын. Ол туғаннан сау болып ешқашан жүріп көрмеген еді. Сол Паулдың айтқан уағызын тыңдап отырды. Оған көзі түсіп, сауығамын деген сенімін байқаған Паул қатты дауыстап: «Тік тұр аяғыңа» деді. Сол сәтте ол ұшып тұрып жүріп кетті. Дела, которые я творю, говорит Иса Масих, ты будешь делать. Мен істеген кереметтерді сен де істей алатын боласың дейді Иса. Как много Иса Масих исцелил людей и изгнал бесов из них. Иса Масих қаншама адамдардың ішіне жындарды қуып шығарып, адамдарды сауықтырды. В Деяниях 19 главе мы читаем, что Павел пришел в Ефес. Елшілердің істері 19 тарауда Паул Ефеске келген. И многие люди исцелились, и многие люди получили свободу от бесов. Көптеген адамдар сауығып, көптеген адамдар жындардан азат болды. Давайте прочитаем 11-12 стихи. «Бог же творил немало чудес руками Павла,
Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Елшілердің істері 19-11-12. Құдай Паул арқылы айрықша құдіретті кереметтер де жасады. Адамдар тіпті Паулдың жұмысқа киген алжапқышын немесе беторамалын алып, науқастардың үстіне жапқанда олар ауруларынан айығып, бойларын буған жындарынан құтылды. Дела, которые я творю, Иса Масих говорит, ты будешь творить. Иса Масих айтады, мен жасаған кереметтерді, істерді сен де істей алатын боласың. Мы читаем в Библии, Иса Масих воскрешал мертвых. Біз кел кітаптан оқимыз, Иса Масих өлілерді тірілткен. Деяния 20 глава, 9, 10 и 12 стих. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Меж тем отрока привели живого и немало утешились. Елшілердің істері 20 тарау 9-10-12 аят. Ашық терезенің алдында Евтих есімді жас жігіт отырған еді. Паулдың сөзі ұзаққа созылып кеткен соң, Евтих қатты ұйықтап кетіп, 3-ші қабаттан құлап түсті. Оны жерден көтеріп алғанда денесінде жан жоқ екен. Паул төмен түсіп, жігіттің үстіне жата қалып, құшақтап, уайымдамаңдар, ол тірі деді. Ал жас жігітті бұған дейін үйіне аман есен алып кеткен еді. Бұл сенушілерге үлкен дем берді. Мы прочитали сейчас в Евангелии от Марка, что если при благовествовании что-то смертоносное произойдет, выпьют, ужалит, не причинит вреда. Марқа жазған ізгі хабарда біз оқып кеттік, егер ізгі хабар тарату барысында адамдар уышып, или улы нәрселерді жұтып қойған болса, олармен еш нәрсе болмайды. Деяния 28 глава с 3 по 5 стихи. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. И наплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца. Когда его, спасшего от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Елшілердің істері 28-5 аятта Паул бір құшақ отында ағаш жинап әкеліп, отқа тастағанда, шыбықтардың арасынан ыстыққа шыдамай бір улы жылан атып шығып, оның қолынан тістеп жабысып алды. Жергілікті тұрғындар оның қолындағы салбыраған жыланды көргенде бір-біріне: «Мынау сөзсіз кісі өлтірген бір қанішер болар. Теңізден құтылған оны әділет Тәңірі тірі қалдырмас» деді. Бірақ Паул жыланды отқа лақтырып жіберіп, ешқандай зиян шекпеді. Знаете, люди, когда наблюдали за ним, то они, видя, что он не умер, они стали на него думать, что он Бог. Адамдар, қарап тұрған адамдар осы жылан шағып алған кезде өлмеген Паулға қарап, оны Құдай деп есептеді. Иисус говорит: «Дела, которые я делаю, и вы будете делать». Иса айтады, мен жасаған кереметтерді сендер де істей алатын боласыңдар. И знаете, мы должны жить с таким ожиданием, когда попадаем в ситуации, мы должны делать то, что делал Иса Масих. Сондықтан осындай әртүрлі жағдайларға түскен кезде Иса Масих қалай істеді, дәл сондай әрекеттер жасауымыз И керек. Библия говорит: возлагайте руки на больных. Кел кітап айтады, ауруларға қолдарыңды қойып мінәжат етіңдер. Дорогой қауым, мы должны жить с таким ожиданием, что Бог сотворит дела свои через нас. Сондықтан қымбатты бауырластар, күнделікті өмірде осындай аңсаумен, осындай күтумен біз өмір сүруіміз керек. Бог создал свой қауым, чтобы творились Его дела через него. Қауымды жарату, қауымды тұрғызу себебі сенушілер арқылы оның іс-әрекеттері, оның құдіреттері көріну үшін. Знаете, в Евангелии от Марка в 3 главе там написаны виды служения, которые Иса Масих дал ученикам своим. Марқа жазған 3-ші тарауда Иса Масих өзінің шәкірттеріне бөліп берген қызметтер туралы жазылған. И первое служение – это провозглашение Слова Божия, это благовестие. Бірінші қызмет ол ізгі хабар тарату, Құдайдың сөзімен бөлісу. Второе – это было обучение Слову Божьему. Екінші Құдайдың сөзін үйрету. И третье – это было исцеление и изгнание бесов. Үшінші адамдарды сауықтырып, жындарды қуу. У нас в қауме хорошо идет ізгі хабар. Біздің қауымда ізгі хабар өте жақсы келе Мы жатыр. благовествуем людям. Біз ізгі хабар айтып жатырмыз. И мы собираемся для того, чтобы молиться за то, чтобы в этом году мы поставили цель, чтобы 400
50 человек, они пришли к Богу. Биыл біз алға қойған мақсатымыз 450 адам Иса Масих туралы ізгі хабар естісін деп. Если вы завтра утром придете, то мы всю неделю будем вместе молиться за это. Егер таңертең таңғы дұғаға келетін болсаңыздар, барлығымыз бірге осы мақсаттар үшін дұға ететін боламыз. Мы обучаем Слову Божьему. Біз Құдайдың сөзін үйретеміз, тәлім Поэтому у береміз. нас есть ученичество, поэтому у нас есть курсы жизни. Сондықтан бізде шәкірт қылу курстар бар. И я не скажу, что у нас нету исцеления и освобождения от бесов. Аурулардан сауықтыру немесе жындардан азат ету қызметі жоқ деп айта алмаймын. Но я хочу, чтобы мы молились, чтобы у нас было много свидетельств чудес Божьих. Бірақ бірге дұға етейік, біздің арамызда Құдайдың кереметтері көп болсын. Чтобы люди исцелялись, чтобы люди освобождались. Адамдар емделіп, бостандыққа ие болсын деп дұға етеміз. И я провозглашаю во имя Иса Масиха, чтобы мы делали дела, которые делал Иса Масих. Сондықтан Иса Масихтың атымен жариялаймын, Исаның істеген кереметтерін біз де істейтін болайық. Я провозглашаю, что смелость пусть будет на каждом возлагать руки на больных, и сила Божья пусть через вас льется во имя Иса Масиха. Ауруларға қол қойып дұға етуге деген әр қайсыларыңызда осындай батылдық болсын, сол арқылы Құдайдың құдіреті күші басқаларға төгілетін болсын. Давайте поднимем наши молитвы за исцеление людей, за освобождение. Адамдар емделсін, адамдар бостандыққа ие болсын деген дұғаларымызды көтерейік. Второе обещание, которое Иса Масих дает, он говорит, что верующие в меня будут делать дела больше, чем я. Екінші уәде сенушілер, маған сенетін әркім мен істеген кереметтер, және одан да көп кереметтер жасайтын болады дейді. 12 стих. «Истина, истина говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше стих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Сендерге өте маңызды шындықты айтайын, мен жасаған кереметтер сияқтыларды маған сенуші де істейді, тіпті одан да зорларын істейді, себебі мен әкеме барамын. Иисус говорит, что верующий в меня будет творить дела больше, чем я. Иса Масих айтады, маған сенуші әркім менен де көп кереметтер жасайтын болады. Но что такое больше? Одан да көп дегеніміз не? Знаете, некоторые верующие считают, что это дела, которые будут еще сверхъестественные, чем делал Иса Масих. Кейбір сенушілер былай деп ойлайды, бұл Иса Масих жасағаннан да шектен тыс керемет істер деп ойлайды. Но знаете, когда я читаю, как Иса Масих воскресил Лазаря, который смердел, который гнил, который был мертв уже больше 3 дней, ну что может быть еще более сверхъестественного? Бірақ киелі кітапта оқыған кезде Иса Масих 4 күн бұрын қайтыс болған, тіпті иісі шығып кеткен, қабірде жатқан Елазарды тірілткен кезде одан да зор, одан да артық қандай керемет болар деп ойлаймын. И поэтому я думаю, что когда Иса Масих говорит больше, это имеется в виду количество в спасении человеческих душ. Сондықтан Иса Масих одан да көп кереметтер деген кезде бұл құтқарылған жандардың сан жағынан көп дегенді ойлаймын. Иса Масих 3 года служил на земле. Иса Масих осы жерде 3 жыл бойы қызмет етті. И мы читаем, когда он возносится, то остается 120 учеников. Ол көкке көтерілгеннен кейін оның соңынан 120 шәкірті қалады. Знаете, 120 учеников он поднял. 120 шәкірт көтерді. И многим, конечно, людям он проповедовал. Многие люди вроде бы принимали его. Көптеген адамдарға әрине ол ізгі хабар айтты. Көпшілігі оны қабылдады. Но Иса Масих говорит своим ученикам, вот 120 ученикам: останьтесь здесь, в Иерусалиме, молитесь, и на вас сойдет Дух Святой. И сила Божия через него придет на вас, и вы будете свидетелями по всей земле. Сол кезде Иса Масих 120 шәкіртіне айтты, сендер осы жерде Иерусалимде қалыңдар, бірге дұға етіңдер. Сол кезде сендерге киелі рух қонып, сендерді толтырып, сендер оның күшіне кенеліп, жердің шетіне дейін ізгі хабар таратын боласыңдар деді. И Дух Святой сошел на них. Киелі рух келіп қонды. И знаете, при первой проповеди Петра 3000 человек покаялись. Петр бірінші рет, алғаш рет уағыздағанның өзінде 3000-нан аса адам қабылдады. И мы потом читаем, что когда он проповедовал, и было 5000 человек, когда покаялось. Ол уағыздаған кезде 5000 адам тәубеге келгенде оқиғалар бар. Иса Масих через
5 хлебов и 2 рыбки накормил 5000 человек, написано, не считая женщин и детей. Иса Масих 5 күлше нан мен 2 балықпен 5000, әйелдер мен балаларды санамағанда 5000 адамдарды тамақтандырды. То есть, если посчитать женщин и детей, будет 20 000 человек. Егер әйелдер мен балаларды санайтын болсақ 20 000 адам. Знаете, когда я приходил к Богу, был такой проповедник. Он умер где-то, сколько, по-моему, около 5 лет назад, да, уже. Мен алғаш рет Құдайға келген кезде, қауымға келген кезде бір уағыздаушы болды. Ол осы 5 жыл бұрын мүмкін қайтыс болған шығар, бір керемет уағыздаушы. Нет, 3 года, да? Билли Грэм. Билли Грэм деген кісі. И вот я был свидетелем, когда он проповедовал миллиону человек за раз. Миллиондаған адамдарға уағыздаған мен естідім. Я читал книги, когда в Африке проповедовалось миллионам человек сразу. Африкада миллиондаған адамдарға бір мезетте уағыз айтылған мен сондай кереметтер естідім. Иса Масих говорит, что верующие в меня больше моих дел сотворят. Иса Масих айтады, маған сенуші әркім менен де зор кереметтер жасайтын болады. И вот здесь, знаете, Иса Масих в 12 стихе, он говорит, что потому что я к отцу моему иду. 12 аятта Құдай айтады, Иса айтады, өйткені мен әкеме барамын. Потому что Иса Масих, он находился в теле и поэтому был ограничен. Себебі Иса Масих ол осы тәнде болғандықтан шектеулі болды. Он не мог находиться сразу во многих местах. Сондықтан ол бір сәтте, бір мезетте әр жерде болу мүмкін емес еді. Но когда он ушел к отцу, Дух Святой сошел, он отправил Духа Святого нам. Бірақ ол көкке, әкеге қайтқан кезде ол бізге киелі рухты жіберді. Ну а Дух Святой может быть везде в один момент сразу. Ал киелі рух болса, кез келген жерде бір сәтте бола алады. Дорогие, давайте будем молиться, чтобы мы жаждали Божьих дел. Сондықтан қымбатты бауырластар, Құдайдың құдіреті үшін біз дұға етейік. Давайте молиться, чтобы многие люди пережили силу Божию в своей жизни. Көптеген адамдар өмірлерінде Құдайдың құдіреті күшін сезіну үшін, сондай күшке толу үшін біз дұға етейік. Как много сегодня людей, наших близких, наших родных, людей, которые живут рядом с нами, наших соседей, которые еще не приняли Иса Масиха. Біздің айналамызда қаншама адамдар бар, әлі Исаны танымаған, Исаны қабылдамаған. Біздің жақындарымыз, туыстарымыз, көршілеріміз бар. Давайте мы будем молиться, чтобы мы сделали больше сих дел, чем Иса Масих. Сондықтан Иса Масихтен жасаған кереметтерден де көп істер жасау үшін дұға етейік. Третье обещание, которое Иса Масих говорит: чего не попросите во имя мое, то сделаю. Иса Масихтың бізге берген үшінші уәдесі, не сұрасаңдар да соны орындаймын. Мы прочитаем 13-14 стихи. 13-14 аятты оқимыз. Если чего попросите у Отца во имя мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Менің еркіме мойынсынып, бір нәрсе сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Знаете, Иса Масих эти слова повторил дважды. Иса Масих бұл сөздерді 2 рет қайталап айтты. Здесь ясно и четко: чего не попросите во имя мое, сделаю. Менің еркіме мойынсынып, не сұрасаңдар да, мен соны орындаймын И мне деді. кажется, что Иса Масих повторяет это, как бы убирая сомнения в разуме учеников своих. Иса Масих не үшін 2 рет қайталайды, себебі шәкірттерінде күмән болмасын деп. Что здесь Иса Масих имеет в виду? Осы жерде Иса Масих не айтқысы келеді? Чего не попросите во имя мое, то я сделаю. Менің еркіме мойынсынып, не сұрасаңдар да, соны орындаймын дейді. Знаете, это обещание, оно исполнилось в нашей жизни или нет? Бұл уәде өмірімізде орындалды ма? Если нет, то Иса Масих, когда говорит эти слова, то получается, он выставляет себя лжецом. Егер орындалмаған болса, осы сөздерді айтқан Иса Масих сонда өзін өтірікші қылғаны ма? Но если это исполняется, то почему мы не видим это в своей жизни? Ал егер бұл уәделер орындалып жатса, олай болса, неге біздің өмірімізде бұл кереметтер жоқ? Дорогие, вы верите в этот стих? Осы аяттарға сенесіздер ме? Чего не попросите у Отца во имя Иса Масиха, то Он сделает. Менің еркіме сай, не сұрасаңдар да, мен орындаймын.
Знаете, если вы верите в это, то это должно быть в нашей жизни. Егер осы сөздерге шынымен сенетін болсаңыздар, өмірлеріңізде осы көріну керек. А если вы не верите, то здесь возникает проблема. Ал егер сенбесеңіздер, мәселе осында жатыр. Потому что мы приняли Иисуса Масиха своим Господом и Спасителем, и Его слова, они должны исполняться в нашей жизни. Себебі біз Иса Масихты ем, құтқарушым, тәңірім деп қабылдағандықтан, оның сөздері біздің өмірімізде жүзеге асу керек. Если мы говорим, что мы верим, наша жизнь разве не должна меняться? Егер сенемін десек, олай болса біздің өміріміз өзгеру керек қой. Каждый год, на Новый год, мы с семьей ставим цели на год. Жыл сайын жылдың басында отбасымызбен біз келе жатқан жаңа жылға мақсат қоямыз. И мы пишем список. Тізім жазамыз. И вот когда мы пишем этот список, там есть и когда мы пишем наши молитвенные нужды на этот год. Тізім жазған кезде соның ішінде биылға деген біздің дұға тақырыптарын да жазамыз. И потом на следующий год мы открываем эти письма, и мы смотрим, что исполнилось в нашей жизни. Келесі жылы осы хаттарды ашып, оқып, қайсы орындалғанын біз қараймыз. И знаете, я могу засвидетельствовать, что многое Бог ответил. Көп дұға тақырыптарына біз жауап алдық деп анық айта аламын. И знаете, вот если среди этого списка есть неотвеченные молитвы, и если они сегодня до сих пор важные для меня, то я их переношу в следующий год. Егер сол хаттарда бір орындалмаған дұға тақырыптары бар болса, осы тақырыптар мен үшін маңызды болса, оны мен келесі жылға жазамыз. И так как вот эти списки у нас сохраняются, то я могу видеть, как Бог, Он отвечает на наши молитвы. Осы хаттар сақталып тұрғандықтан, соларға қарап, Құдай қалай жауап беріп жатқанын мен көремін. И я желаю, чтобы вы верили, что Бог, Он верный Бог, Он не человек, Он сказал, и Он выполнит. Сондықтан менің қалауым, менің тілегім Құдайдың сөзіне сеніңіздер. Себебі Құдай адам емес, ол айтса, ол орындайды. Почему же у нас в разуме, почему же у нас в чувствованиях имеется такое, что мы не получаем ответы? Неге біздің ой санамызда, тұла бойымызда, неге сондай сезім бар, дұғаларымызға жауап алмайтын? Потому что мы очень быстро забываем ответы. Себебі біз Құдайдың жауаптарын тез ұмытамыз. И знаете, одна из причин еще, почему мы забываем, потому что когда мы просим у Бога, когда мы молимся, у нас всегда есть богоусловия. Неге біз ұмытамыз көп жағдайда? Себебі біз дұға еткен кезде көп жағдайда біз Құдайға шарт қоямыз. Мы ему говорим, что ты должен вот так вот ответить в такое-то время, вот таким вот путем. Құдай, сен маған осылай жауап беруің керек, мына кезде, дәл осы уақытта, мынандай жолдармен жауап беруің керек деп, біз оған шарт қоямыз. И знаете, когда Бог не отвечает таким путем в то время, которое мы ему говорим, то у нас засчитывается, что он нам не ответил. Сондықтан сол Құдай біз айтқан, біз тағайындаған, біз қойған шарттарға сәйкес емес Құдайдың жауап келсе, онда жауап берген жоқ деп санаймыз. И у нас такое получается внутри, что Бог нам не отвечает. Сол кезде біз айтамыз, Құдай маған жауап берген жоқ. Дорогие, но сегодня мы должны увидеть свою ответственность в молитве. Сондықтан дұғадағы біздің өз жауапкершілігімізді көруіміз керек. Филиппийцам 4 глава 6 стих. Филиппиліктерге арналған хат 4-6 аят. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Еш Богом. нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер. Дорогие, наша ответственность – это открыть свои желания, свои прошения перед Богом. Біздің жауапкершілігіміз Құдайдың алдында өзіміздің өтініштерімізді ашып айту. А вот дальше, когда Бог ответит, каким путем Он ответит, это Его уже ответственность. Ал ары қарай қалай жауап береді, қандай жолдармен, қашан жауап береді, ол Құдайдың жауапкершілігі. Знаете, пока мы не отдадим Богу пути, время ответа, мы будем дальше жить в чувствовании, что Бог нам не отвечает. Сондықтан біз сол дұғаның жауабын Құдайдың қолына тапсырып, Құдайдың мерзімінде келеді деп тапсырмасақ, онда біз ұдайы сол Құдай жауап берген жоқ деген сезіммен жүреміз. Я думаю, мы все помним, когда Бог пришел к Аврааму и сказал: у тебя будет сын. Біз барлығымызға белгілі, Құдай Ибраимға келіп, сен ұлды боласың деген уәдесін. Аврааму тогда было 75 лет. Ибраим сол кезде 75 жаста еді.
Во сколько лет Бог дал ему сына? Қанша жасында Құдай оған ұл сыйлады? В 100 лет. 100 жасында. Конечно, 86 был Измаил, да? Но через 25 лет. 25 жылдан кейін. Но поставьте себя сейчас на место Авраама. Қазір өзіңізді Ибраимның орнына қойып көріңіздерші. Бог приходит к тебе и говорит: у тебя будет сын. Құдай саған келіп, сен ұлды боласың десе. Я уверен, что вы начнете думать: так, вы знаете, что 9 месяцев, 40 недель, ага, через год, значит, у меня будет сын. Сонда сіз өз ойыңызда, яғни Құдай берем десе, 9 ай, 40 күн, 1 жылдан кейін мен ұлды боламын деп, ойыңызда есептеп қоясыз. Мы должны понять, что время, оно принадлежит Богу. Біз түсіну керек бір нәрсе, Құдай, мерзімдер, уақыт Құдайдың қолында. Бог сотворил время. Құдай мерзімді де, уақытты да жаратқан Құдай. И вот когда мы просим, Бог отвечает согласно своему времени. Сондықтан біз дұға етіп сұраған кезде Құдай өзінің мерзіміне, өзінің уақытына сәйкес жауап береді. Давайте мы все сегодня согласимся, что все сроки, они у Бога. Сондықтан барлығымыз келісейік, барлық мерзімдер ол Құдайдың қолында. Мы когда молимся, мы должны отдать. Бог, ты ответишь в свое время. Сондықтан мінәжат еткенде, өтініш білдіргенде, Құдай өз уақытында жауап бересің деуіміз керек. Мы должны свою часть выполнять, свою ответственность. Это открыть перед Богом наши прошения и желания. Ал біз болсақ, өз жауапкершілігімізді жасауымыз керек. Біздің жауапкершілігіміз бар өтініштерімізді Құдайдың алдына ашып айту. И знаете, Бог, когда отвечает, Он не отвечает в любое время. Құдай жауап берген кезде, кез келген уақытта жауап бермейді. А Он отвечает в лучшее время для тебя. Ол ең жақсы, ең қолайлы уақытта жауап береді. И Он не отвечает лишь бы ответить. Және ол жай жауап беру үшін ғана жауап бере салмайды. Он отвечает лучшим способом для тебя. Ол ең керемет жолмен жауап береді. Поэтому нам нужно открывать свои желания и довериться Богу. Сондықтан біз өз тілектерімізді Құдайға ашып айтып, оған сенім артуымыз керек. Давайте мы перестанем Богу диктовать времена и сроки и пути ответа. Сондықтан дұға еткен кезде Құдайға уақытын, мерзімін, жолдарын айтып шарт қойып дұға етпейік. Вы знаете же, что Бог еще пообещал Аврааму землю. Білесіздер ғой, Құдай Ибраимға жер сыйлаймын деді. Мен саған жер беремін. Бог пообещал потомству ему дам землю. Сенің ұрпақтарыңа жер беремін деді. Как вы думаете, о чем начал думать Авраам? Сол кезде Ибраим не туралы ойлай бастады? Поставьте себя на место Авраама сейчас. Өзіңізді Ибраимның орнына қойып көріңіздерші. Я думаю, что Авраам подумал так: я должен быть богатым. Сол кезде Ибраим былай ойлаған болуы мүмкін. Мен бай болуым керек. С каждым годом я буду выкупать часть земли, и в конце концов я выкуплю всю эту землю. Жылдан жылға мен жер телімдерімін сатып алам, сөйтіп бүкіл жерді өз иелігіме аламын да мен бай боламын деп. Но Бог после к нему приходит еще раз и обращается к нему. Бірақ содан кейін Құдай қайтадан келіп Ибраимға айтады. И в Деяниях, в Бытие в 15 главе, с 13 по 16 стих прочитаем. Жаратылыстың бастауы 15-тары 13-тен 16 аятқа дейін оқиық. И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амореев доселе еще не наполнилась. Ал жаратқан ие Ибраимға тіл қатып біліп ал, сенің ұрпақтарың бөтен елде жат жұрттық келімсектер ретінде тұратын болады. Сол жерде олар 400 жыл бойы құлдықта болып жәбірленеді. Бірақ оларды құл еткен халықты мен жазалаймын. Бұдан кейін сенің ұрпақтарың сол елден мол дүние мүлікпен көшіп шығады. Ал сен болсаң, жасың ұлғайған шағыңда өліммен бабаларының қасынан аттанып жер қойнына кіресің. Сенің үрім бұтағың осы елге 4 ұрпақтан кейін ғана қайтып келеді. Себебі аморлықтардың күнәлары әлі шегіне жеткен жоқ деді. Вот здесь прям написано, да, что
здесь мера беззакония Амареев еще не наполнилась. Осы жерде жазылған аморлықтардың күнәлары әлі шегіне жеткен жоқ. То есть на этой земле, когда Бог обещает эту землю, до сих пор живут Амареи. Сондықтан сол Құдай уәде еткен жерде әлі де аморлықтар өмір сүріп жатты. Бог не идет к Амареям и говорит: давайте пошли вон отсюда, здесь будут теперь жить иудеи. Құдай келіп аморлықтарға мына жерді босатыңдар, бұл жерге менің халқым келеді деп айтқан жоқ. Здесь написано, что мера беззакония Амареев еще не наполнилась. Бұл жерде жазылған аморлықтардың күнәлары әлі шегіне жеткен жоқ. Знаете, это слово говорит о том, что Амареи знают, как надо жить перед Богом, но не живут. Осы жерде біз қарайтынымыз аморлықтар қалай Құдайдың алдында қалай өмір сүру керектігін біледі, бірақ біле тұра олай өмір сүріп жатқан жоқ. Они продолжают грешить, они продолжают поклоняться лжебогам. Олар біле тұра ары қарай күнәлі өмір сүріп жатыр. И Бог, Он идет таким путем, что никто его не назовет несправедливым. Ешкім оны айыптамайды, әділетсіздік көрсетпейді. И Он дает шанс каждому человеку. Құдай әрбір адамға мүмкіндік береді. Он и сегодня говорит в нашей жизни о том, что если ты будешь жить по Слову Божьему, в твою жизнь будет приходить благословение. Құдай қазір де бізге айтып жатыр: егер сен менің сөзіне мойынсұнып іс-әрекеттер жасаң, онда сен баталы боласың. Но если ты отвергаешь сегодня Слово Божие, то суд Божий придет в твою жизнь. Бірақ егер Құдайдың сөзінен бас тартатын болсаң, Құдайдың жазасы келеді. И для каждого есть чаша. Әр адамға деген Құдайдың қаһарға толы ыдысы бар. И знаете, многие, когда читают, как Иисус Навин, Он прогоняет народы с земли ханаанской, считают это несправедливым, то мы можем понимать, что мера беззакония этих людей, она переполнилась. Ешуа Навин ізгі хабар, үзіндісін оқыған кезде біз түсінетініміз, сол жердегі халықтың жасаған әділетсіздіктері әлі шегіне жеткен жоқ, шексіз. Просто Бог, Он использует Иисуса Навина как наказание. Құдай Ешуа Навинді сол жаза ретінде қолданады. Знаете, когда мы молимся, Бог, Он сам имеет времена и сроки. Біз дұға еткен кезде Құдайдың өзінің уақыты, өзінің мерзімі бар. Кого Он будет использовать? Его пути, это Его пути. Кімді қолданады, қандай жолдармен? Ол Құдайдың жолдары. Наша ответственность, она вот отсюда. Мы открываем свои желания, мы открываем свои прошения перед Богом. Біздің жауапкершілігіміз осы жерге дейін. Біз өтініштерімізді, дұғаларымызды ашамыз, айтамыз. А дальше Бог, у Него ответственность. Когда Он ответит, какое время, каким способом. Ары қарай жауапкершілік Құдайда. Қашан, қандай жолдармен, қай уақытта. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сыйынып, шүкіршілікпен білдіріңдер дейді. Я желаю, если вы сегодня переживаете трудные времена, и вам кажется, что Бог не вмешивается в вашу ситуацию, то не разочаровывайтесь. Бог, Он не опоздает. Егер өмірлеріңізде қазір қандай да бір қиындық болып жатса, мәселе болып жатса, үміттеріңіз үзілмесін, себебі Құдай өзінің уақытында жауап беретін болады. Знаете, вот в этих стихах Бог, Он показывает нам, что не всякую молитву, которую мы что хотим, то и просим, Бог так не отвечает. Құдай кез келген дұғаға жауап бере бермейді. И вот здесь мы видим две причины. Осы жерде екі себеп көреміз. Давайте мы еще раз прочитаем 13-14 стихи. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то я то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего не попросите во имя Мое, я то сделаю. Менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Менің еркіме мойынсұнып, бір нәрсе сұрасаңдар, мен соны орындаймын. Знаете, бывают такие моменты, когда вы, может быть, ездите на машине, кто-то вас подрезал или кто-то врезался, и ты в своих сердцах кричишь: пусть тебя Бог накажет. Кей кезде осындай жағдайлар болады. Я көлікпен келе жатқанда бір басқа машиналар сізді кесіп тастаған кезде, әртүрлі қиындық туған кезде сіздің ішіңізден ашу шығады. Это неправильная молитва. Бұл дұрыс емес дұға. Может, сосед вам что-то делает, какие-то козни, и ты смотришь на его дом и думаешь, чтобы он сгорел. Көршілеріңіз сіздерге бір қиындық әкелген болса, оның үйіне қарап, үйі өртеніп кетсе екен,
деп айтасыздар. Это неправильная Бұл молитва. дұрыс емес дұға. Возможно, ты продаешь какой-то товар, и рядом человек тоже продает такой товар, и ты молишься, чтобы у него не продавался. Немесе сіз сауда жасайсыз, сіздің дәл сіз сатып жатқан нәрселер көршіңізде де сатып жатса, онкі өтпесе екен дейсіз. Это неправильная молитва. Бұл да дұрыс емес дұға. Здесь говорит, если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Осы жерде жазылған, менің еркіме мойынсынып, не сұрасаңдар да, соны орындаймын. И первая причина, почему мы не можем просить, что хотим, потому что мы просим во имя Иса Масиха. Кез келген нәрсені біз сұрай бермейміз, себебі біз сұраған кезде Құдайдың еркіне сай нәрселерді сұраймыз. Бог нас слышит, потому что мы обращаемся к Нему через Иса Масиха. Құдай бізді естиді, себебі біз оған мінәжат еткенде Иса Масих арқылы дұға етеміз. Имя это обозначает то, что Он является личностью. Есім дегеніміз ол тұлғаны білдіреді. И знаете, то, что я обращаюсь во имя Иса Масиха, это значит, что я прошу соответственно личности Иса Масиха. Біз Иса Масихтың есімімен мінәжат етіп сұраған кезде, яғни біздің өтініштеріміз Иса Масихтың болмысына сәйкес болу керек. То есть я прошу соответственности того, какой Он есть. Яғни Иса Масихтың есіміне сәйкес. Моя просьба не может быть вопреки личности Иса Масиха. Яғни менің өтініштерім, менің дұғаларым Иса Масихтың болмысына қайшы болмау керек. То есть моя молитва она должна быть по воле Божией. Яғни менің дұғаларым Құдайдың еркіне сай болу керек. И может вы когда молитесь, вы думаете, это по воле Божией или не по воле Божией. Кей кезде дұға еткен кезде былай ойлауларыңыз мүмкін, Құдайдың еркі ме екен, жоқ па екен? Тогда просто вы можете подумать так, Иса Масих молился бы такой молитвой или нет. Онда жай ғана ойланыңыз, Иса Масих дәл мен сияқты дұға етер ме еді? Иса Масих никогда не молился, чтобы у соседа дом сгорел. Иса Масих ешқашан көршінің үйі өртеніп кетсін деп дұға еткен жоқ, етпейді. Если вдруг меня сегодня пригласят помолиться за открытие нового алкогольного магазина, я не пойду. Егер бүгін біреу сол арақ шарап сататын дүкенді ашып жатырмын деп мені шақырса, мен ол жерге бармаймын. Потому что деятельность этого магазина не соответствует личности Иса Масиха. Себебі сол дүкеннің қағидалары Иса Масихтың болмысына сай емес. Знаете, Иса Масих не благословляет места, которые приближают человека к греху. Иса Масих ешқашан адамдарды күнәға жақындататын әрекеттерге батасын бермейді. Он не благословляет действия, через которые приходит разрушение человека. Адамдардың өмірлеріне зиян келетін нәрселерге Иса бата бермейді. Поэтому, когда мы молимся, чтобы мы уверены были, смелы, молитесь соответственно личности Иса Масиха. Сондықтан біз Иса Масихтың болмысына сай дұға еткен кезде батылдықпен дұға етейік. И вторая причина, почему мы не молимся о том, что нам вздумается. Екінші себебі кез келген дұғаны, кез келген өтініш айта алмаймыз. В 13 стихе: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то я сделаю, да прославится Отец в Сыне». 13 аятта: менің атымнан әкемнен не сұрасаңдар да орындаймын. Сонда әкенің ұлылығы өзінің рухани ұлы арқылы көрінеді. Мы просим то, что будет прославлять Бога или нет. Яғни біз сұрап жатқан өтініштеріміз Құдайдың ұлылығын шығарады ма, шығармайды ма? Знаете, если вы сегодня испытываете вот такое замешательство, мое прошение, оно будет прославлять Бога или не будет, то я вам дам совет: посвятитесь Богу. Менің өтініштерім Құдайдың ұлылығын шығарады ма, шығармайды ма деп күмәнданатын болсаңыздар, менің сіздерге берер кеңесім: Құдайға толық арналыңыздар. Когда мы говорим посвятиться Богу, это значит, я действительно исповедую все, что есть в моей жизни. Сила, дары, таланты, мои финансы, мое время, моя жизнь – это все твое. Құдайға арналу дегеніміз, яғни менің өмірімдегі бар денсаулық, қаражат, дарындарым, барлығы, қабілеттерім, барлығы Құдайдікі деп мойындау. Если ты посвящаешься Богу, то все твои молитвы, они будут отвечены Богом, потому что они прославляют Бога. Егер Құдайға арналған болсаң, онда сенің кез келген өтініштеріңе жауап алып, олар Құдайдың ұлылығын шығаратын болады.
Некоторые, может быть, думают, что посвятиться Богу, это надо стать обязательно служителем, пастором. Кейбіреу ойлайды құдайға бағышталу дегеніміз яғни бағушы болу деп ойлайды. Но это не так. Бірақ олай емес. Бог есть Творец всей вселенной. Құдай бүкіл әлемді жаратқан жаратушы. Он печется о каждом творении, которое Он создал. Ол әрбір адамның қамын ойлайды. Знаете, когда Бог сотворил Адама и Еву, Он Адаму не сказал: будь пастором. Ол Адам ата мен Хауа ананы жаратқан кезде Адам атаға сен бағушы бол деп айтқан жоқ. Давайте мы прочитаем Бытие, 1 глава, 28 стих. Жаратылысын басталуы 1 Тарау 28 аят. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всеми животными, пресмыкающимися по земле». Құдай оларға оң батасын беріп, өсіп, өніп көбейіңдер. Ұрпақтарың шайылып, жер бетін толтырыңдар. Оны өздеріңе бағындырып, теңіздегі балықтарға, аспандағы құстарға, және жер бетіндегі барлық жануарларға билік жүргізіңдер деді. Знаете, Бог поручил человеку быть на том месте, чтобы через него шла забота Божия на все творения. Құдай Адам атаны бір жерге қойған кезде, дәл сол орыннан Құдай өзі жаратқан әр салаға әсер ету үшін сол жерге ол тағайындады. Богу нужны врачи. Құдайға дәрігерлер де керек. Богу нужны учителя. Құдайға мұғалімдер де керек. Богу нужны водители, Богу нужны охранники, Богу нужны бухгалтера. Құдайға бухгалтерлер да, жаңағы күзетшілер де керек. Богу нужны сторожа, Богу нужны полицейские. Құдайға полицейскийлер да керек. Потому что все профессии, они служат воле Божьей. Себебі кез келген мамандық Құдайдың еркіне қызмет етеді. Потому что все профессии, они направлены на то, чтобы заботиться о творении Божьем. Себебі кез келген мамандық Құдайдың жаратылысын қамқорлау үшін арналған. Что такое посвятить себя Богу? Құдайға өмірімізді арнау дегеніміз не? Посвятиться – это значит быть ответственным в том, в чем Бог тебя поставил. Құдайға бағышталу дегеніміз Құдай сені қай жерге қойды, сол жерде жауапты болып тұру. Сегодня мы поздравляли, в объявлениях слышали, что Бейбут Айдана, у них родился ребенок. Бауберг пост. Бүгін хабарландыруда оқыдық, Бейбіт пен Айдананың қызды болды, Бау берік болсын дейміз. Бог дает человеку сегодня быть отцом и матерью. Құдай бізге сондай дарын берді, әке болу, ана болу. И вот Бог, на котором месте тебя поставил, то, что Он поручил, вот через это приносить славу Богу. Құдай сені қай жерге тағайындап қойды, қай жерге орнықты, дәл сол арқылы Құдайдың ұлылығын шығару. Павел говорит в Римлянам 12 главе, во 2 стихе: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Римдіктерге 12-ші тарауда Паул былай дейді: бұл күнәкар дүниенің өмір сүру салтын үлгі етпеңдер, қайта ой тілектерін Құдайдың жаңартуымен түбегейлі өзгерсін. Почему я могу смело приходить к Богу и просить у Него? Не үшін мен Құдайдың алдына батылдықпен келіп сұрай аламын? Потому что я знаю, что это послужит для славы Его. Себебі осы арқылы оның ұлылығы шығатынын мен білемін. И если вы сегодня, возможно, вы работаете сторожем, возможно, воспитателем, возможно, учителем или доктором, Мүмкін сіздер күзетшісіздер, мұғалім, немесе дәрігер болып жұмыс істейсіздер. то знайте, что на этом месте Бог хочет, чтобы вы посвятились Ему. Олай болса, Құдай дәл сол жерде, дәл сол орында Құдайға арналғаныңызды қалайды. Чтобы ваши дела там, они принесли Ему славу. Сол жердегі жасаған еңбектеріңіз Құдайға ұлылық әкелсін дейді. Чтобы было очевидно, что вы с Богом живете. Сол сіздердің әрекеттеріңіз, өмірлеріңіз арқылы шынымен Құдаймен бірге өмір сүріп жатқандарыңызды көрсетсін. И знаете, когда человек, он посвящен Богу, то он смело может просить и подъема зарплаты, и подъема карьеры. Егер адам Құдайға бағышталып өмір сүрген болса, ол батылдықпен өзінің жалақысын көтерілуін сұрай алады. Потому что он ищет славы Божией на этом Себебі месте. сол жерде Құдайдың ұлылығын іздейді.
Знаете, мы как люди, может быть, и не можем полностью, стопроцентно быть посвященными. Біз адам болғандықтан 100% Құдайға бағыштала алмаймыз. Но знаете, если даже вы будете посвящены на 30%, то в вашей молитве появится уверенность и смелость. Бірақ егер тым болмаса 30%-ға Құдайға бағышталған болсаңыздар, онда сіздердің дұғаларыңызда Құдайдың батылдығы, сенімділігі болады. А почему? Неге? А потому что вы ищете на этом месте, чтобы Бог прославился. Себебі сіздер дәл сол жерде Құдайдың даңқы, Құдайдың ұлылығы шықсын деп іздейсіздер. Если Бог тебе поручил служение, Егер Құдай саған бір қызмет тапсырған болса, будь ответственным в этом служении, ищи славы Божией. сол жерде жауапты болып Құдайдың ұлылығын ізде. Знаете, я вот сегодня служу пастором, Бүгін мен бағушы болып қызмет етіп жатырмын. и Бог сказал бы, и я здесь стою. Құдай маған шақыру берді, мен осы жерде тұрмын. Я не скажу, что всегда легко. Әрдайым оңай деп айта алмаймын. Но я знаю точно, если Бог скажет, иди в другое место, то я пойду. Бірақ егер Құдай енді басқа жерге бар деген болса, мен барамын. Если Бог скажет уступить другому, лучшему, то, конечно, я уступлю. Егер Құдай басқа бағушыны көтергісі келсе, онда әрине мен орнымды босатамын. Если Бог скажет быть простым членом қауымы, я буду простым членом қауымы. Егер Құдай сен қарапайым сенуші бол десе, мен сондай боламын. Самое важное, это, чтобы Бог не поручил, делать во славу Божию. Ең маңыздысы, Құдай қандай тапсырма бермесін, соның бәрін Құдайдың ұлылығы үшін жасау керек. Дорогие, я желаю, чтобы мы стали людьми, которые действительно не забывают ответов Божьих, а видят эти ответы и прославляют Бога. Сондықтан қымбатты барластар, біздер Құдайдың жауабын ұмытпай, керісінше оны көретін, сол жауап арқылы Құдайдың даңқын шығаратын адам болайық. Наш Бог великий, Он любящий Бог. Біздің Құдай құдіретті ұлы Құдай, бізді сүйетін Құдай. Он Бог, который жаждет, чтобы мы жили в торжестве, в веселье, чтобы вокруг нас был смех. Біз Құдайдың ұлылығында, Құдайдың қуанышында, Құдайдың шаттығында өмір сүргенімізді қалайды. Знаете, если даже сегодня есть трудность, то она не вечна. Егер қазір қиындық бар болса, ол мәңгі емес. Бог наш, Он тот, который обязательно даст победу, Он даст триумф, Он даст веселье и радость. Біздің Құдай міндетті түрде жауап береді, міндетті түрде салтанатқа бөлейді. И зная это, я желаю, чтобы мы в каждом дне мы радовались. Осыны біле тұра, күн сайын қуанып өмір сүрейік. Давайте учиться улыбаться и радоваться, жить, то есть в Боге. Күліп жүруге, қуанып жүруге, Құдаймен бірге өмір сүруді үйренейік. И когда у нас есть такие удивительные обетования на наши молитвы с Богом, то радость, она должна присутствовать в нашей жизни, веселье и смех. Біздің дұғаларымызға деген Құдайдың осындай керемет уәделері болғандықтан, біз қуанып, шаттанып өмір сүруіміз керек. Давайте мы сейчас помолимся. Қазір бірге дұға етейік. Давайте молиться, чтобы наша жизнь была полна могущества Божия, чудес Божьих. Біздің өміріміз Құдайдың ғажаптарына, Құдайдың кереметтеріне толы болсын деп дұға етейік. Давайте молиться за себя, чтобы сегодня через нас, чтобы мы сегодня делали то, что Иса Масих делал. Өзіміз үшін дұға етейік, бүгінгі таңда біздер Иса Масих жасаған кереметтерді де істейік деп. Чтобы когда мы попадаем в ситуации, когда люди вокруг нас нуждаются в трудностях, вокруг болезни, во имя Иса Масиха возлагайте руки, и пусть могущество Божие придет на это место. Айналамыздағы адамдарға мінәжат еткенде, олардың қиындықтарына жауап берген кезде, қолдарымызды қойып дұға еткен кезде, Құдайдың ғажаптары, Құдайдың құдіреттері көрінетін болсын. Я желаю, чтобы мы смело молились, зная, что Бог нам ответит, потому что сейчас давайте мы проверим свои мотивы, чтобы наши мотивы были поиск славы Божией. Біздің дұға еткен кезде ниетіміз ол Құдайдың ұлылығын іздеу болсын. Сондай ниетпен қол қойып дұға ететін болсақ, міндетті түрде Құдай жауап береді. И произносите во имя Иса Масиха. Иса Масихтың Ваша атымен. молитва, она соответственно личности Иса Масиха. Сіздердің дұғаларыңыз Иса Масихтың болмысына сәйкес болсын. А это всемогущий, живой Бог. Ал ол құдіретті Құдай, И тірі когда Құдай. Он приходит, там
оживление, там жизнь, Құдай там келген смех и кезде радость. Құдай бар жерде өмір келеді. Құдай бар жерге қуаныш келеді, бақыт келеді. Давайте мы будем молиться, зная, что мы получим обещанное. Біз Құдайдың уәделерін аламыз деп дұға етейік. Давайте молиться.